Анасымен ұрсып ренжітіп алған бір жігіт былай дейді: үйден ашуланып шықтым. Алайда біраздан соң өз-өзіме келіп, үлкен қателік жасағанымды түсіндім. Қалтамнан ұялы телефонды алып, адамдар аяқтың үстіңгі жағынан гөрі табанының еті жұмсақ әрі өте жағымды деп жатады. Қымбатты анашым, табаныңыздың жұмсақтығын екі ернімен байқап көруге рұқсат бересіз бе? Деп анама хат жібердім. Үйге қайтып келіп, есіктен кірсем, анам холда отыр екен. Екі көзі дымқылданып, жүзінен қуанған белгі көрінеді. Мені көре сала былай деді: мен саған оны істеуге рұқсат етпеймін. Себебі ол сөздің дұрыстығына күмәнім жоқ. Сенің бала күніңде аяғыңның асты-үстін сүйгенде көзім әбден жеткізген болатынмын. Сол сәтте менің буын-буынымнан әл кетіп, көзімнен жас парлап жүре берді.